Ақпан айы ақындар аламанымен аяқталмақ. Баласағын концерт залында ертең ақындар айтысы өтеді. Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 178 жылдығына және қазақ телевизиясының 60 жылдық мерейтойына орай өткізгелі отырған сөз барымтасында облысымыздың намысын 6 айтыскер қорғайды. Бұл туралы бүгінгі өткен баспасөз конференциясында айтылды. Қазақтың қара сөзін қазық қылып, асыл сөзін азық қылған Жамбыл облысында 21 айтыскер ақын бар екен. Солардың іріктеуден өткен 6-ы дүбірлі додаға қатысатын болды. Сонымен қатар республикаға белгілі айтыс ақындары да аламанда бақ сынайды. Меніңше, Тараз өңірінде осы жас ақындарға үлкен жағдай жасалып жатыр. Бұл жердегі інілерімізбен, мен Нұрлыбектермен, Дархандармен өзімде бұлай жақсы араласып тұрамын. Балалар өте тәртіпті, тәрбиелі, ешкімнің алдына түсе қоймайды. Өздері алға салып жатқаннан кейін осы аламанға қосылып жатқан шығар, әйтпесе ағаларына жол беретін жігіттер ғой барлығы. Алдағы уақытта бұнымен Жамбылдың айтыс тоқтап қалмайды. Естуімізше талай жобалар, жоспарлар алда үлкен бір болғалы тұр. Алла қаласа сол сөздерді құлағымен естіген адамдар көзімен кеп көрсе деген ойымыз бар. Баспасөз отырысында ауқымы кең ақындар аламанының мақсаты мен шарттары жан-жақты талқыланды. Басты мақсат ұлтымыздың рухани мұрасына айналған дастандарын өскелең ұрпаққа ұсыну болса, сондай-ақ айтыскерлер қазақ телевизиясының асқаралы 60 жылдығын тілге тиек етеді. Ал биылдан бастап өз заманының Гомер атанған Жамбыл Жабаевтың туған күнінде ақындар айтысы жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп тұратын болады. Біз бұрындары жыр терме байқауын өткізіп қана шектеліп келгенбіз. Енді биылғы жылдан бастап үлкен кісілермен зиялы қауыммен ақылдаса отырып, өздеріңіздің өтініш тілектеріңізді қарап, облыс әкімі Асқар Исабекұлы дәстүрлі түрде жылда өтетін шараға айналдырыңдар деген тапсырма берді. Өте бір қуанышты жағдай. Сондықтан енді бұл жылда осы бабамыздың туған күнінің қарсаңында үлкен осы ақындар айтысы өткізіліп тұратын болады. Баспасөз жиынның соңы ақындардың жеребе тарту рәсімімен аяқталды. Аламанда 800 өнер көрсетеді. Ақындар айтысы 28 ақпан күні сағат 11:00-де Баласағын концерт залында өтеді. Келем деушілерге есігі ашық. Бекжан Сабыржан, Ермек Асаубаев, жаңалықтар қызметі.